Бүгін сіздермен осындай әдемі, жеңіл, жаздық, табаны канвамен тоқылған, өрнегі бүршік өрнегімен, шишечки деп айтады орысша, сол өрнекпен тоқылған. Ал енді тоқымамызды бастаймыз. Бізге керекті заттар ол жіп, менде 2 мм дөңгелек пішінді. Ілмекпіз номері 3. Бұдан кейін кішірек канва. Канваны мен қазір өлшеп көрсетемін. Менде көлемі 19 см және ені 2,5. Біз канваны қазір тоқып бастаймыз. Канваны дәл ортасынан алып, ізімізбен жұмыс жібімізді алып, бір рет ілеміз. Әрбір шаршысына бір реттен іліп шығамыз. Артындағы кішкентай жібімізді бірге тоқып өтеміз. Әрбір төртбұрышты орынға бір реттен ілеміз. Ешқандай қоспа қоспаймыз. Мінекей мен бұрышына келдім. Бұрышына біз 3 рет іліп тоқимыз. 1, 2, 3. Қалған орындарға бір реттен және тек бұрыштарына 3 реттен ғана іліп тоқимыз. Қазір бір реттен, енді қайтадан бұрышына 3 рет тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі бұрышқа дейін бір рет бұрыштарына 3 реттен соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен соңына дейін тоқып шықтым. Жібімді аяқтауды көрсетемін. Қазір біз жібімізді бірінші бастаған өріміздің астыңғы жағынан алып, тартып аламыз жұмыс жібімізді. Қайтадан соңғы бітірген өрімнің ортаңғы жағынан, астыңғы бөлігінен тартып аламыз. Енді оны біз қазір канвамыздың ортасын тоқу үшін видеода көрсетілгендей білдіртпей шаршымыздың ортасынан шығарып, дәл сол жерден жұмыс жібімізді қазір тартып алып, өрімдер тізбегін жасаймыз әрбір төртбұрышты орындарға. Қазір мінекей астыңғы жібімізді іліп аламыз. Әрбір орынға жібімізді іліп алып отырып, өрімдер тізбегін жасаймыз. Ең бастапқы жоғарғы жағына келдік. Енді мына жерде біз орындарды қалдырып кетпеуіміз керек. Байқап қарап отырсаңыздар, жарты бөлігі ғана көрінгенмен, оны да толықтай тоқып өтеміз. Осы қатарымызды айналдыра соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен соңына келдім. Біздің табанымыз әдемі көріну үшін мен қазір жібімді кесіп аламын.
жібімізді шығарып алып, соңғы бірінші басталған жерімізден астыңғы жағынан өткізіп алып, соңғы аяқтаған өріміздің ортасынан астыңғы жағынан тартып аламыз. Бізіміздің көмегімен мінекей біздің бірінші қатарымызды тоқып бітірдік. Енді ортаңғы қатарымыздың өрімдер тізбегін жасаймыз. Қазір қай жерінен бастасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен ортасынан бастадым. Дәл сондай өрімдер тізбегін бірінші көрсеткенде өрімдер тізбегін тоқып шығамыз. Мен соңына дейін тоқып болдым. Қазір біз өрімізді аяқтаймыз. Жібімізді кесіп, жаңағы бірінші қатарымыз аяқтағандай жібімізді тартып алып, бастаған орынның өрімдерін астынан алып, аяқталған жібімізді іліп алып, ең соңғы аяқталған өрімнің ортаңғы жағынан астыңғы бөлігінен тартып шығарамыз. Енді табанымызды тоқып бітірдік. Енді жібімізді жасырып қоямыз. Мен жіптерімді жасырып болдым. Керегін сіріңкенің көмегімен қатырып қойдым. Енді қабырғамызды тоқуға кірісеміз. Мен ең шеткі жағынан бастаймын. Жібімізді бастап өрімдердің арасынан іліп аламыз. Әрбір бағанға бір реттен ілеміз, ешқандай қоспай іліп тоқып шығамыз. Өрім астынан өткіземіз, жұмыс жібімізді ілеміз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Тоқи отыра, мынау жібімізді, қабырғамызды ішке қарай әдемілеп қойып отырамыз. Жалғастырып, әрбір бағанның ортасынан, астыңғы жағынан алып тоқи береміз. Соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мен соңғы жағына келдім. Енді қабырғамызда ешқандай біріктірмейміз. Осылай жалғастырып тоқып өтеміз. Қазір міне бастаған орнымның өрімдер тізбегі тұр ғой, солардың алдыңғы жағындағы екі ұзынша тұрған жіптерінен, бергі бетіндегі ұзынша тұрған жіптердің астынан екеуін бірдей іліп аламыз. Бергі бетін жібімізді іліп алып тоқимыз. Енді одан кейінгі бағанға өрімнің астынан алып тоқимыз. Бағанның астынан енді қайтадан бір орын қалдырып кетіп, одан кейінгі орынға бергі бетіндегі екіні ұзынша тұрған жіптерді алып, астыңғы жағынан алып, жұмыс жібімізді іліп алып, тоқуымызды жалғастырамыз. Қайтадан келесі бағанды өрімнің астынан аламыз.
одан кейінгі бір орынды қалдырып, келесі бағанның алдыңғы жағынағы ұзынша тұрған жіптерді алып, астынан өтіп тоқимыз. Тағы да келесісін өрімнің астынан аламыз. Бір баған қалдырып, одан кейінгі бағанның алдыңғы бергі бетіндегі екі сызықша тұрған жіптерден астынан алып тоқимыз. Біздің өрнегіміз жаймен шығып келе жатыр. Бұл өрнекті орысша шишечки деп айтады, ал қазақшада бүршік өрнегі. Тағы бір рет көрсетіп өтейін. Қазір біз өрімнің астынан алып тоқимыз. Бір баған қалдырамыз. Келесі бағанымыздың алдыңғы бетіндегі ұзынша тұрған жіптерінің астынан алып тоқимыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Мен бітірдім бірінші қатарымды. Бүршік өрнегін тоқып отқан бірінші қатарым бітірдім. Енді екінші қатарымызда да ешқандай біріктірмейміз. Осы өрнегімізді жалғастырып тоқи береміз. Қазір менде бүршік өрнегімен аяқталып тұр. Қайтадан көрсетемін сіздерге. Алдыңғы екі ұзынша тұрған жіптерін астынан іліп алып тоқимын. Енді үшінші қатарым басталып жатыр. Енді қараңыз, өрімнің астынан аламыз. Бүршік өрнегі тұр мына жерде. Оны тоқымаймыз. Одан кейін бізде міне галочка дейді ғой, құс белгі өрнегі тұр ортасында. Сол құс белгі өрнегінің екі алдыңғы бетіндегі ұзынша тұрған жіптерін астынан іліп алып тоқимыз. Екі бүршік өрнектің ортасындағы галочканың алдыңғы бетіндегі ұзынша тұрған жіптерінен аламыз. Енді мына бүршіктің алдына тағы галочка дейді, құс белгі өрнегін тоқимыз. Одан кейін тағы екі бүршік өрнегінің ортасындағы, мына жерде бізде көрінбей қалуы мүмкін, кішірек галочка тұр. Соны осылай астыңғы жағынан алып тоқимыз. Дәл осы өрнегіміз соңына дейін қайталанады. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте оңай және әдемі шығады. Бүршіктің алдынан галочка тоқимыз. Одан кейін екі бүршіктің ортасында галочкаға бүршік өрнегін тоқимыз. Тағы да өзіміз соңына дейін тоқып шығамыз. Менде тағы да қатарымды бітірдім. Келесі қатарда дәл солай тоқып шығамыз. Қазір менде мына құс белгі өрнегімен аяқталып тұр. Галочка дейді. Келесі екі бүршік өрнегінің ортасында галочка тұр. Дәл өрнегіміз жалғасады. Алдыңғы екі жібін қатар алып, жұмыс жібімізбен іліп алып, тоқимыз. Келесі қайтадан құс белгі, бір орын қалдырып кетеміз. Келесі орынға бүршік өрнегін тоқимыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, маған жазып сұрасаңыздар болады. Бізде мына жерде екі өрнек, бүршік өрнегі тұр, ортасында құс белгі, галочка дейді орысша. Соны қайтадан алдыңғы жағындағы жіптерінен алып, астыңғы жағынан өткізіп жібімізді іліп алып, бүршік өрнегін жасаймыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментарийға жазып қойыңыздар.
Енді өзіміз жалғастырып, соңына дейін осы өрнекпен тоқып шығамыз. Мінекей мен өзіме керекті мөлшерде көлемде тоқып болдым. Қазір сіздерге өлшеп көрсетемін. Менде ұзындығы 14-5 сантиметр. Ені менде 19 сантиметр. Біз жібімізді аяқтаған жоқпыз. Қазір осы жібімізді өрімдер тізбегін жасап шығамыз соңында. Жібімізді кеспейміз. Соңғы аяқталған жібімізді мінекей өрімдер тізбегімен бастаймыз. Тартып алып, әрбір бағанға өрімдер тізбегін жасап шығамыз. Мінекей мен соңына дейін өрімдер тізбегін жасадым. Енді жібімізді қайшымен қиып аламыз. Өрімдер тізбегімізді әдемі етіп аяқтаймыз. Қазір біз қиғаш тұрған жібімізге емес, түзуінен тұрған жібімізге астыңғы жағынан жібімізді өткізіп алып, соңғы аяқталған өріміміздің ортасынан іліп аламыз. Астыңғы жағынан тартып іліп аламыз. Қалған жібімізді ішкі жағына жасырып қоямыз. Мінекей мен толықтай бітірдім. Енді бізде жапқыш қақпағын тоқу керек. Клапан дейді орысша солай. Енді сәл қиындау болуы мүмкін, бірақ барынша түсіндіруге тырысамын. Біз қазір 7 рет өрімдер тізбегін жасаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді әрбір өрімнің ортасынан жібімізді бір рет іліп алып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, соңғы түйіні. Енді түйініне тағы да 2 рет тоқимыз. Сонда біз соңғы бөлігіне 3 рет тоқыған болып саналамыз. Тағы да 2 рет тоқимыз. Қалғанын соңғы жағына дейін қарама-қарсы бөліктеріне бір реттен тоқып шығамыз. Кішкентай жібімізді, қалған жібімізді жасырып өтеміз. Мінекей біздің бірінші қатарымыз бұл аяқталды. Енді біз осы кері қарай тоқуымыз керек. Қазір жібімізді осы тұрған жерінде бір рет іліп аламыз. Кері айналдырамыз. Бір орын, бір баған қалдырып, келесі бағанға тоқимыз. Бір баған қалдырып, келесіне тоқимыз.
2 3 4. Дәл осы төртіншісіне бізде айналма басталады. 2 рет тоқимыз. Тағы да міне айналып өтетін жерлеріне 2 реттен тоқимыз. Бір жерге 2 рет. Тағы да 2 рет іліп алып тоқимыз. Және төртіншісі тағы да 2 рет іліп алып тоқимыз. Қалған жерін соңына дейін 1 реттен тоқып шығамыз. Енді келесі қатарымызды тоқимыз. 2 рет іліп аламыз. Енді қоспаған тоқимыз. Бұл жерде қоспағанымыз бірінші баған тоқымаймыз. Бірінші жібімізді іліп аламыз ілмек бізімізге. Тағы да астыңғы өрімнен өткізіп, 1 рет өткізіп, 2-ші рет өткізіп ілеміз. Бұл бізде қоспаған болып саналады. Осы қатарларымызды қоспағанмен тоқып шығамыз. Жібімізді ілеміз. Өрімнен өткізіп ілем, тағы 1 рет, тағы 2-ші рет іліп аламыз. Айналым жерлеріне келгенде біз 2 рет тоқимыз. Қазір біз осы жерге 2 рет тоқимыз. Одан кейін 1 рет тоқимыз. Тағы да келесіне 2 рет тоқимыз. Келесін 1 рет тоқимыз. Келесін 2 рет тоқимыз. Келесі бағандарды 1 рет. Екінші жағына қарама-қарсы бізде 2 рет тоқылған болса, дәл сол жерге тағы да 2 рет тоқимыз. Бірдей болуының тепе-теңдігін қараңыздар. Соңына дейін 1 рет тоқып, 1 реттен қоспаған тоқып шығамыз. Неге біздің қатарымыз аяқталды. Енді келесі қатарымызда тағы да 2 рет іліп аламыз. Дәл алдыңғы қатарымыз сияқты тоқимыз. Бірінші бағын қалдырып, келесі бағын тоқимыз. Қоспаған тоқып шығамыз. Айналымға келген кезінде 2 рет, 1 рет, 2 рет, 1 рет етіп кезекпен тоқимыз. Қазір айналымға дейін 1 реттен қоспағандар тоқимыз. Айналымға келген кезінде кезектестіріп 2 рет, 1 реттен тоқимыз. Бұл жерде бір нақты санау жоқ. Өздеріңіз қарап отырып, айналымды әркімде әрқалай шығуы мүмкін. Жібінің жіңішкелігіне, жуандығына байланысты. Сол себепті айналымды бір көз мөлшерімен қарап отырып істейсіздер. Өйткені айналымға қоспасаңыздар, онда жіптеріңіз жиырылып қалады. Ал егер көп қосып қойсаңыздар, онда ол өте жалпақ болып, түрі әдемі емес болып көрініп қалады. Сол себепті айналым болатын жерге 2 реттен бастап,
және алмастырып кезекпен кезек тоқыған дұрыс. Айналым біткен жерден барлық бағанға бір реттен тоқып шығамыз. Қатарымыздың соңына келгенде соңғы бір түйінді де тоқып өтеміз. Көрінбей қалуы мүмкін, бірақ міндетті түрде тоқу керек. Келесі қатарларымызда дәл осылай тоқып шығамыз. Біз қақпағын тоқи отыра, қазір біз белгілеп алуымыз керек. Осы сөмкеміздің екі шетіне дейін біраз қосып тоқимыз. Дәл жаңағы өрнектер қайталанады. Айналымға дейін бір реттен, айналымнан кейін кезекпен екі рет бір реттен тоқып отырамыз. Мінекей мен сөмкемнің қақпағын тоқып болдым. Қазір кішкене тартыңқырап дұрыстап аламыз. Мына сөмкемнің артқы алдыңғы жағын қарастырамыз. Менде мына артқы жағы әдемірек келген жері алдыңғы жағы етіп алдым. Енді қақпағымызды артқы бөлігіне орнатамыз. Ол үшін екі шетінен теңдей етіп маркерімізді белгілеп аламыз. Енді біз қазір жібімізді біріктіріп іліп алып тоқимыз. Керекті ұзынырақ қылып жібімізді кесіп аламыз. Осы ілмек бізіміздің көмегімен қазір қақпағымыз бен сөмкемізге өрімдер тізбегін жасаймыз біріктіру арқылы. Немесе иненің көмегімен де біріктіріп тоқысаңыздар болады. Қазір жібімізді шығарып алдық. Енді мына сөмкеміздің астыңғы жағына өткізіп аламыз. Астыңғы жағына өткізіп, үстіңгі бетінен өрімдер тізбегін жасау үшін қазір мына астыңғы жібімізді енді қайтып үстіне шығарамыз, тек басқа жерінен. Видеодағындай қайталап отырып жасаңыздар. Негізінде бұны инемен барлық жерін белгілеп алып, арнайы пластмасс инемен тіккен әлдеқайда жеңілдірек. Бірақ мен осы ілмек біздің көмегімен біріктірейін деп отырмын. Біріктіріп жатырмын. Қазір мына ортасында белгілеп алған дұрыс. Негізінде ортасы да тайып кетпес үшін қадағалап отырып өрімдер тізбегін жасаймыз. Астыңғы жағынан жұмыс жібімізді тартып алып отырып біріктіреміз екі бөлігімізді сөмкеміздің.
соңына дейін осы өрімдер тізбегін біріктіру арқылы жасап шығамыз. Мінекей мен тоқып болдым. Енді жібімізді тартып алып бергі бетіне үстіңгі жағынан қайтадан сөмкеміздің ішкі бөлігіне ілмек бізіміз арқылы тартып аламыз. Енді тартып алған жібімізді астыңғы жағына жасырамыз. Қатты ұзын бөлігін кесіп тастаңыздар. Мінекей мен барлығын жасырып болдым. Маркерлерімізді алып тастаймыз. Енді бізге сөмкеміздің ілгішін тоқу қалды. Қазір біз сөмкеміздің иыққа іліп алатын ілгішін тоқимыз. Дәл осы тоқу үлгісі менде видеосы бар YouTube каналымда. Қазір мінекей тағы бір рет көрсетемін. 3 рет ілмектер тізбегін іліп аламыз. Ешқандай ілмек ілмей ортаңғы өрімнен ілеміз. Одан кейінгі шеткі қисық тұрған ұзынша сызыққа ілеміз. Енді жібімізді кері қайтарып алып, дәл ортасында тұрған өрімнің астынан өткізіп ілеміз. Одан кейін жерде 2 сызық ұзынша тұрған жіптен өткізуіміз керек. Астыңғы жағынан іліп алып тоқимыз. Қайтадан кері айналдырып тоқимыз. Өрімнің ортасынан екі шетінде тұрған сызықша сызық жіптерден алып тоқимыз. Дәл осылай. Менің түсінбей жатсаңыздар, жеке осы ұстағышты тоқуға арналған видеом бар, содан көріп тоқсаңыздар болады. Қазір осы өрнегіміз қайталана отыра ілгішімізді аяқтап тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып біттім. Менің ілгішімнің ұзындығы 100 см. Қазір сіздерге өлшеп көрсетемін. Мінекей 100 см. Енді осы ілгішімізді екі жағына иненің көмегімен немесе ілмек біздің көмегімен тігіп немесе тоқып қоямыз. Қазір жібімізді тартып алып, сөгіліп кетпес үшін мықтырақ тартып, иненің көмегімен немесе біздің көмегімізбен екі шетіне іліп тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып болдым. Енді артық жіптерін жасырамыз. Соңғы жағын сіріңкенің көмегімен тұтатып, кішкене суыған кезде бастырып жабыстырып қоямыз. Сақтау үшін. Менің сөмкем дайын. Лайк басып тіркеліп қойыңыз.